тұлпарына мінген. Азаттық үшін арыстан болып ақырар, бірлік үшін білімге бет бұрар қазақ елі. Армысыздар. Мен Бақытқызы Дана 9-шы Ә сынып оқушысы. Өткенді білмей болашаққа қадам баса алмайсың дегендей, тарихымызды дәріптейтін тарихи мұражаймен таныстыратын боламын. Міне, бұл біздің мұражай, бұл біздің тарихымыз. Жалпы мұражайдың ашылуы да бір тарих болып келеді. Мектебіміздің 50 жылдығына орай 2014 жылы қазанның 10-шы жұлдызында мектеп түлектерінің қаржысымен іргетасы қаланып, күннен-күнге дамып өркендеуде. Мектептің мақсаты балаларға отансүйгіштікке, патриоттыққа тәрбиелеу. Жалпы мұражайымыз көптеген мәдени ошақтармен тығыз байланысты. Енді мына жаққа зер салсаңыздар, бұл жақта тыңайған өлке туған жер сынды тақташа орнатылған. Мұнда біздің Нұрлы жер Нұра ауданы астыққа бай болғандықтан, осы астығымыз және де түрлі біздің әдемі көркем суреттеріміз осында ілініп тұр. Және де мектептің шағын ғана макеті, қалдырған ізім мәңгілік деп ұстаздарымыз көптеген: Әбетов Сағынтай Сәрсенбекұлы, Балабиев Ескермес Балабиұлы, Құдагелді Сейет, Сағындық Ардақ сынды, Нұрбекова Торғай Әбілдақызы сынды мұғалімдарымыз, ұлағатты ұстаздарымыздың қалдырған көптеген осындай сағаттары, қаламсаттары, көзәйнектері, оқулары, журналдары осында қойылып тұр. Және де мына суретке зер салсаңыздар, Наурызбаева Қарлығаш Шүкітайқызына арнап, өзінің жинағы оқушылары, шәкірттері осында бір сурет сыйлыққа тарту еткен екен. Енді біздің оқушылар 8 қырлы бір сырлы мектебіміздің оқушылары. Мұнда қарасаңыздар, Қазақстаннан жинағы қазақ хандығына 550 жылдығына орай жасаған түрлі бұйымдар оқушылардың қолынан шыққан. Және де үш биіміздің осылай суреттері, әсем қала астанамыздың бейнесі. Алайда мына жақта оқушыларымыздың жинағы ғылыми әдістемелік көптеген жинағы жобалары осында қойылады. Киіз үй өздерінің қолдарынан шыққан, Алатаудың баурайындағы көрініс. Мына жақ қабырғада ұлағатты ұстаздардың әуелді. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, ұстаз болу адамның алтындығы деп Қайырбеков айтып кеткендей, бұл ұлағатты ұстаздардың әулеті. Имаш Әбілқайыр, Балабиев Ескермес Балабиұлы, Жахина Жамал Ильясқызының әулеттері. Бұл кісілер біздің мектебіміздегі ұлағатты ұстаздар. Бұл кісілердің аттары біздің мектебіміздің тарихында алтын әріппен қалатыны сөзсіз. Ал өзінен шуақ шашылған сынды бұл қабырғада көптеген математика пәніндегі сабақ, орыс тілінің пәнінде сабақ, математика пәнінен сабақ үстіне түсірілген суреттер болып келеді. Мұнда Нұра ауданына кіріп келе жатқандағы осында макет бар. Мектеп тарихына зер салсақ, мұнда 2001 жылы Киевка № 2 жалпы орта білім беретін қазақ мектебінің мұғалімдерінің ұжымының шығармашылық есебі, қазақ тілі сабағы, мұғалім тобы, ортада мектеп директоры, 1979 жылы мектептің соңғы қоңырауы, мұғалімдер ұжымы, жаңа жыл мерекесі. Бұл біздің тарихымыз. Өткенге тас атсам, болашақ саған оқ атады деп Зейнеп Ахметов айтқандай, тарихымызды дәріптейтін тарихи өлкетану мұражайлары көп бола берсін. Сіздермен бірге болған Киевка № 2 жалпы орта білім беретін қазақ мектебінің 9-шы Ә сынып оқушысы Бақытқызы Дара. Қош, сау болыңыздар.